Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен өте тәмді әрі тойымды асқабақтан жасалынатын кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен асқабақ пюресін дайындап аламыз. Ол үшін асқабағымызға суымызды құйып, газге 20-25 минут піскенше қайнатамыз. Піскен асқабағымызды блендердің көмегімен езіп аламыз. Ал егер сіздерде блендер болмаса, шанышқымен езіп алсаңыздар болады. Сосын ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды, сұйық майымызды, айранымыз бен шым-шым тұзымызды салып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Айранның орнына қаймақ немесе йогурт қолдансаңыздар болады. Ұнымызға ас содасын салып, жақсылап араластырамыз да, сұйық ингредиентімізге жартысын салып, сосын қалғанын екінші бөлігін салып, барлығын біркелкі маса болғанға дейін араластырамыз. Тестамызды жақсылап араластырып болғаннан кейін 26 сантиметрлік формамызды майлап аламыз да, соған тестамызды құямыз. Менде кекстің формасы болмағандықтан осындай пирогтың ыдысына ортасына банка қойып, осылай пісіріп алдым. Сосын 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут, яғни қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте тәмді, арасы сулы болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.